Атырау футбол клубы және Дидар Сыдықбек Қазақстан премьер-лигасының 24-ші тур аясында өткен Ұлытауға қарсы болған матчта договорняк ойнады және бұның бақандай 6 дәлелі бар. Ең алдымен Атырау футбол клубы ең соңғы орында келе жатты. Қазақстан премьер-лигасының 14-ші орнында бірінші лигаға осы соңғы орында тұрған команда ұшып кетеді. Демек, Атырау өзінің орнын сақтап қалу үшін бұл матчта жеңу керек болды. Жеңді ме? Жеңді. Екінші себеп бұл алаң иелерінің құрамындағы негізгі ойыншылар болып саналатын 70 нөмірдегі Котару Киши және негізгі қақпашылары Дмитрий Непогодов ойнаған жоқ. Бұл екі ойыншының матчқа шықпауы үлкен күмән, сондықтан да бұл матч шынымен де договорняк. Үшінші себеп Ұлытау командасына бұл матчқа қандай да бір үлкен мотивация болған жоқ жеңіп шығуға деген, себебі бұл матчқа дейінгі 3 матчта Ұлытау командасы 7 ұпай жинаған, сондықтан өздерінің жағдайларын едәуір жақсартып алды. Премьер-лигада 11-ші орынға табандырды, сондықтан да Атырауға бұл ойынды бере салу оларға ешқандай бір қиындық туғызған жоқ. Төртінші себеп Атырау футбол клубы бұл маусымда жеңбек түгілі ұпай алуы да өзі қиындап кеткен команда, сондықтан да барлығынан жеңіліп келе жатқан команда бірден 5 гол соғып осылай жеңіп кетуі үлкен күмән. Одан кейінгі себеп Ұлытау командасының ойыншысы Терехов 56-ші минутта қызыл қағаз алды. Бұл қызыл қағазды өте үлкен күмәнді қызыл қағаздардың бірі болды. Сонымен қатар матчта соғылған Атыраудың алғашқы голы, есепті теңестірген голы да өте күмәнді, яғни қолға тиіп қолмен салып кеткен. Бұның барлығы өте үлкен сұрақ, үлкен күмән туғызатын себептердің бірі, және біз барлығымыз білеміз, Дидар Сыдықбек ойыншылармен де, төрешілермен де, басқа командалардың бапкерлерімен де ойыннан тыс сөйлеседі, оларға қысым жасайды, сөйтіп не істейді, өзіне қажетті нәтижені ала алады. Міне, дәл осындай тұжырымдармен Инстаграмымыз, интернетіміз, жалпы бүкіл әлеуметтік желіде біршама сарапшылар болсын, жай қарапайым жанкүйерлер болсын, осындай тұжырымдарды алға сала отырып, Атырау футбол клубы договорняк ойнады, Дидар Сыдықбек пен Нұркен Назбаев не рукопожатный болсын деген сияқты тұжырымдарға тоқталды. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге дәл осы ойын шынымен де договорняк болды ма, жоқ па, және осы айтылған тұжырымдар шындыққа жанаса ма, жанаспай ма, міне осы сұрақтарға тоқталамыз. Бұның барлығын әшкерелеуге тырысамыз, және бұл ойын неліктен шынымен де договорняк болған жоқ, және Атырау футбол клубының нағыз жетістігі екеніне тоқталып өтеміз. Және де Дидар Сыдықбектің Атырау футбол клубында осы маусымда істеген жұмысына баға беруге тырысамыз. Ал сіздер әзірге арнаға тіркеліңіздер, лайк басып видеоға пікірлер жазыңыздар. Осы видеода айтылатын тұжырымдармен келіссеңіздер, келісемін деңіздер, келіспесеңіздер өздерінің барлық хейтқа толы болсын, басқа да пікірлеріңіз болса төменге жазыңыз, міндетті түрде оқиық, талқылайық. Бұл біздің ортақ футболымыз, біздің Қазақстан премьер-лигамыз, біздің айнамыз десек болады. Сондықтан шындықты осы жерде айтпасақ, қай жерде айтамыз? Матчтың өткеніне бір аптадай уақыт болды. Өткен аптада орын алған матч бұл жалпы, одан кейін біраз нәрсе өзгерді десек болады. Бірақ Дитрға мен бұл видеоны бірден жазған жоқпын, себебі ортада біз барлығымыз білетін Қайрат және Реал Мадрид дейтін кереметтей өте алып матч болды. Бүкіл инфо алаң осы матчпен толықтырылды, яғни матчқа дейін де, матчтың барысында да, матчтан кейін де тек қана осы жағдай туралы айтылды. Бүкіл интернетімізде, бүкіл футбол сарапшыларымыз болсын, эксперттеріміз болсын, ойыншыларымыз, бапкерлер, қарапайым жанкүйерлердің барлығы осы матчқа көңілін аударды. Бұл матч туралы мен де бір-екі пікірім бар еді, жалпы ойында талқылағым келген еді, бірақ барлығы айтатын нәрсені айтып тастады. Сондықтан да алып қосар ештеңе жоқ. Сондықтан да айналып келіп, қайтадан өзіміздің ең сүйікті әлемдегі ең керемет лига Қазақстан премьер-лигасына тоқталғым келді. Және өткен матчтағы осы атышулы матчтан бастағым келді. Матчтың өзіне келетін болсақ, бағана айтып өттім, осыншама тұжырымдар бар дедім. Бұл матчтың договорняк екеніне нұсқайтын осыншама бір дәлел ұсынғандай болды. Оның ішінде ең үлкен, ең көп пост жазған дейік, ең көп наразы болған бұл спорт журналистері. Оның ішінде бізге барлығымызға белгілі, есімі елге мәлім, сондай керемет спорт комментаторларының бірі Ербол Қайыров мырза. Бұл кісі Дидар Сыдықбекті және Нұркен Назбаевты не рукопожатные деп
айыптады, яғни болашақта бұл кісілермен ешкім қол алыспасын дегендей тұжырымға тоқталды. Сонымен қатар басқа да біздің белді сарапшыларымыз, Ермұхамед Мәулен болсын, басқа да спорт комментаторларымыз бұл матч енді бір договорняк болуы ықтималдығы өте жоғары матчтардан бірі деді. Алдымен енді матчтың өзіне тоқталайық. Матч қалай болды? Ойынның есебі 1-5 қонақтардың пайдасына шешілді. Атырау футбол клубы бұл маусымдағы өзінің алғашқы ірі есеппен тіркелген жеңісіне қол жеткізді. Матчтың өзіне келетін болсақ, матчтағы есеп ойынның жалпы картинасына сай келе ме жоқ па, соған тоқталайық. Менен сұрасаңыздар, ойынның картинасына сай келеді. Бірінші таймда ойынның алғашқы кезеңінде ойын екі тараптан да, екі команданың тарапынан да тең болды, тең дәрежеде өнер көрсетті. Екі команданың тарапынан да қателіктер орын алды. Атырау командасының сондай бір қателіктерінің кесірінен, әсерінен дейік алғашқы гол кіріп кетті. Бұрыштаманың барысында ойыншылар допты кім бірінші барады допқа, кім бірінші шығарады деп келісе алмай қалған, сондай бір орысша айтқанда сумбурный бір момент болған кезде Ұлытаудың ойыншылары гол соғып кетті. Команда капитаны өзінің командасын алға шығарған. Одан бөлек те есеп 0-0 болып тұрған кезде Ұлытау командасы бұл жерде де Атырау ойыншыларының қателіктерін қолданып, команда шабуылшысы қақпашымен 1-1 шығып кеткен еді, бірақ бұл жерде де гол соға алмай қалды. Ойынның алғашқы кезеңі екі команда үшін де жалпы тең дәрежеде өткенмен де есеп 1-0 аяқталды. Бірақ халықтың барлығының наразылығын тудырған нәрсе осы екінші кезеңде пайда болды. Екінші кезеңде не болды? Екінші кезеңде матчтың тағдырын өзгерткен бұл 56 минутта болған қызыл қағаз. Ұлытау командасының ойыншысы Терехов қызыл қағаз алады. Көптеген жанкүйерлер, көптеген сарапшылар да осы жерде бұл қызыл қағаз дұрыс емес, тікелей қызыл қағаз берілмеу керек еді деп айтып жатыр. Бірақ қайталаулардан да көрдік, бас төреші VAR-дан да қарады. Бұл жерде таласатын, сөз таластыратын ешқандай бір дәнемен жоқ. Яғни тікелей қызыл қағазы болатындай болды. Себебі ойыншы допқа секіргеннен кейін барып әдейілеп шынтағын ойыншыға, қарсылас команданың ойыншына сермеді. Бұндай шынтақты сермеу, бұндай шынтақпен соққы жасау әлбетте қызыл қағаз. Бұл ешқандай талқыланбауы тиіс. Мен бұл жерде неліктен төрешіге сондай бір наразылық туындағанын өз басым түсінбедім. Бір қараған кезде сары қағазбен де шектелуге болатын сыңайлы болады, бірақ қазіргі заманда технологиямыз бар футболда, Аллаға шүкір. Сондықтан технологияны қолданды. Бұл жерде төрешінің шешіміне ешқандай шағым айтылмау керек деп ойлаймын. Тікелей қызыл қағаз 100% дұрыс. Бүкіл қызық осы қызыл қағаздан кейін басталды. Ұлытау командасы жалпы команданың ойыны осы қызыл қағаздан кейін толықтай өзгерді деуге болады. Енді бір ойыншы кем ойнап жатқаннан кейін қандай да бір команда болмасын, бұл команданың ойынына кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Дей тұрғанмен алғашқы уақытта Ұлытау командасы тіпті бірнеше шабуылдар жасады және өздерінің екінші голында соғып алған еді. Енді бұл жерде 100% офсайд болды. Офсайд талқыланбайтында мәселе еді. Сонымен қатар Ұлытаудың шабуылшысы Атырау қақпашысымен 1-1 шығып қалған еді. Бұл жерде тіпті пенальти болу ықтималдығы бар деп те ойлаған едік, бірақ бұл жерде де офсайд тіркелді. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, Атыраудың қақпашысының тарапынан ойын ережесі бұзылды, бірақ оған дейін офсайд тіркелген еді. Сондықтан да бұл сәттіде талқылайтын ештеңесі жоқ. Кезекті талқыға ұшыраған бір сәт бұл Атырау футбол клубының соққан алғашқы голы. Алғашқы голында Руслан Юденков өте керемет ойын өрнегін көрсетіп соққы жасайды. Доп қақпаның бағанасына тиіп, Атырау ойыншысына Дорофеевқа тиеді. Бұл жерде енді талқылауға болады. Ойыншы шынымен де допты қолмен соқты ма, әлде жоқ санына тиді ма доп? Себебі біздің камералардың беріп отырған бейнесі 100% нақты емес. Бұл жерде нақтылап көре алмаймыз. Тіпті видеоны баяулатқан күннің өзінде де бұл жерде түсініксіз. Бір ракурстан қараған кезде доп ойыншының қолына тиген іспеттес. Бір ракурстан қараған кезде жоқ, санына тиген секілді болып тұр. Не де болса өте қиын момент, өте қиын ракурс. Сондықтан да қолға тигеді деп те айтуға болады, санға тиді деп те айтуға болады. Бірақ мен өз басым, мен бірнеше рет бұл моментті көрдім, қарадым, тіпті одан сайын да баяулатып көруге тырыстым. Менің ойымша қолға қарағанда санға тиген сияқты болып тұр. Бұл туралы нақты сіз не ойлайсыз? Төменге жаза кетіңіз. Мен де қателесуім мүмкін, бәлкім төреші де қателескен болуы мүмкін.
Енді осы моментті көптеген адамдар, міне Атырау футбол клубы, оның ішіндегі бас менеджері Дидар Сыдықбек бас бапкерді сатып алды деген тұжырымға тоқталып отыр. Қараңыздар, сатып алу, договорняк деген, біздің еліміздегі футболда бар дүние, оны жоқ деп айтпаймын. Шынымен де бар, біздің футболымыздың ең үлкен ауруының бірі. Бірақ дәл осы моментке тоқталайықшы, дәл осы сәтте не болды? Бұл жерде біріншіден төрешілердің біліксіздігі деген нәрсені алға шығаруымыз керек. Біз сондай жаман үйреніп қалғанбыз, қит еткен әрбір затқа договорняк дейміз, әрбір затты бір кінәлі бір адамды сырттан, тыстан іздейміз, тыстан бір адам әсер етіп отыр деген нәрсеге тоқталғымыз келеді, яғни сондай нәрсені ойлағымыз келеді. Бірақ бұл жерде біріншіден төрешінің жаңағы деңгейінің нашар болуы деген ықтималдық та болуы мүмкін. Яғни төреші бұл жерде қате шешім қабылдауы мүмкін. Бұл бір. Екіншісі, біздің камералардың жеткіліксіз болуы да бар. Бұны мойындауымыз керек. Біздің Қазақстан премьер-лигасын түсіретін камералар өте аз. Европалық топ лигалардың ойындарын көретін болсақ, топ біріншіліктерде қалай ракурстар өте көп, камералар өте көп. 20-ға жуық камерамен, одан да көп, тіпті 36-ға жуық камерамен де бір матчты қызмет етеді. Бізде 10-ға жетпейді камералардың саны. Сондықтан да камераның санын көбейтсек, бәлкім мұндай сынға ұшырайтын сәттер азаюы мүмкін. Тіпті вардың өзінен қарағанда да бізге нақты бір бейне көрсете алмады. Демек, біздер осы технологияларымызды, камералардың санын артып, технологиядағы мәселемізді шешуге тырысуымыз керек. Бірден договорняк деп шаппай. Шынымен де гол қолға тиіп барып кеткен болса, қателік орын алды, бірден договорняк деудің қажеті жоқ. Бірақ қайта айтам, менің өзімнің көзқарасыма сай, доп қолға емес санға тиген секілді болып тұр. Кейінгі сәттерге қарай кетейік. Көптеген жанкүйерлер айтып жатыр, екінші таймда Ұлытау командасы мүлдем нашар ойнады. Бірінші кезеңдегі Ұлытау сол киім ауыстыратын бөлмеде қалып қойды да, екінші кезеңге шықпады деп айтып жатыр. Бұл тұжырымда өте түсініксіз мен үшін. Яғни қараңыздар, команда бірінші кезеңді ойнап болады, екінші кезеңнің барысында оларға ішке кіріп, жаңағы киім ауыстыратын бөлмеге кіріп біреу тапсырма береді дағыны, болды, ойнамаңдар деп екінші кезеңге шығып ойнамай қалады деген. Жоқ, ондай болған жоқ. Қараңыздар, енді бұл жерде не орын алуы мүмкін, бұны жалпы футбол тілімен түсіндіруге тырысайық. Атырау футбол командасы маусымның басындағы команда емес, маусымның басында өте нашар, өте әлсіз команда болған еді, бірақ осы екінші айналым басталғалы бері Атырау командасы өте жақсы нәтиже көрсетіп келе жатыр. Бас бапкерінде білеміз, Жуковский мырза ойынды қоя алатын, команданы жинақтай алатын және команданы жігерлендіре алатын бапкерлердің бірі. Тактика туралы айтып жатқан жоқпын қазір. Қазіргі Атыраудың тактикасы кәдімгідей алға теп гол сал дейтін тактикамен. Тактиканы келесі маусымда көре жатармыз. Осы маусымда премьер-лигада қалу басты мақсат болғандықтан ойыншыларды жігерлендіру деген мәселе алға шығып отыр. Атырау футбол клубы бұған дейін де осы екінші айналымда өте жігерлі ойындарды көрсетті. Мысал үшін Ордабасыға қарсы ойында алайық, команда 2-0 жеңіліп жатып, ойынды 2-2 есебіне шығарып тең аяқтады. Бұл тек қана ойыншылардың бір асқан шеберлігінің арқасында ғана емес, сонымен қатар қатты жігерленіп шыққанның да арқасы. Демек, бұл жерде біздер Ұлытау командасы нашар ойнады деп емес, Атырау командасының ойынын атап өтуімізге тырысу керекпіз. Екінші таймда, екінші кезеңде Атырау командасы едәуір жақсы ойнады. Шабуылда жақсы ойнады және шабуылда сенімдірек ойнады бірінші кезеңге қарағанда. Бұл Ұлытау екінші кезеңде әдейілеп нашар ойнады деген сөз емес. Атырау кішкене басымдықты өзінің қолына алды дегенге тоқталуымыз керек. Әйтпесе бізге ыңғайлы бүкіл жерден договорняк ойнады, договорняк. Осы сөзді қазақ футболы дегенде екеуі қаз-қатар жүретін сөздер ғой. Барлығымыз жаттап алдық. Жарайды, ойынның өзіне керек. 40 жастағы Стасевич өзінің қапталында осындай тірліктер жасап жүретін болса, енді білмеймін, енді Ұлытаудың ойыншыларының жалпы сапасына назар аударған жөн болатын шығар. Жалпы екінші айналымдағы осы Атыраудың ойынына тоқталып өттік. Атырау үнемі
жақсы ойнайды. Бүкіл матчтарда жаңағы топ командалармен болсын, төменгі орындарда келе жатқан командалармен болсын, барлығымен де өзінің ойынын ойнауға тырысады. Команда жасқанбайды, команда сескенбейді, команда үнемі шабуыл жасауға, енді үнемі шабуыл жасайтын команда деп айта алмаймын, бірақ шабуыл жасауға ынталанатын, тырысатын команда үнемі артта отыра бермейді деген секілді. Яғни айтпағым осы, команданың жалпы біздер жасап жатқан жұмысын, ойыншылардың жасап жатқан тірлігін біздер жоққа шығармауымыз керек. Кейін Атырау футбол клубы осы бірінші голды соққаннан кейін артынан бірінен соң бірі 4 голды соғып алды. Бұл голдардың барлығында да мен қызық тұжырымдар оқыдым, яғни көптеген жанкүйерлер айтып жатыр, Атырау футбол клубының ойыншылары гол соққаннан кейін ешқайсысы қуанған жоқ дейді. Міне осы тұжырымды айтып, былай ойларын жалғастыруда, яғни команданың ойыншылары, Атырау футбол клубының командасының ойыншылары бұл ойын 100% сатылып алынғанын, договорняк екенін біліп тұр. Сондықтан да гол соққаннан кейін сатып алынған ойынға, соғылған голдарға қуанудың қажеттілігі жоқ деген тұжырымға тоқталды. Бұны барлығы телевизордың ар жағынан, экранның ар жағынан қарап отқан адамдардың пікірі, ойы ғой. Ойыншылар шынымен де сөйтіп айтты ма? Біз қуанған жоқпыз, себебі осылай бізге ойын сатылып алынғаны жөнінде ақпарат берілді. Біз қуанған жоқпыз, себебі тағы осындай себептер бар деген тұжырымдарды ойыншылар айтты ма? Айтқан жоқ. Сұрасаңыз да айтпайтын шығар бәлкім. Бірақ бұндай тұжырымды тек қана жанкүйерлер айтып отыр. Сондықтан да мен білмеймін, бұндай нәрсемен ортаға сын қою меніңше дұрыс емес. Және Атырау ойыншылары соғылған голдан кейін қуанбады деп айтқан тұжырымда қате секілді. Бүкіл голдан кейін ойыншылардың қуанышын байқап отырмыз. Команда бірінші гол соққаннан кейін қуанған жоқ, қатты қуанған жоқ, бірақ екінші, үшінші, төртінші және бесінші голдарда қуаныш байқалады. Команда осы үшін жұмыс жасап келе жатыр. Команда осындай нәтиже үшін жұмыс жасап келе жатыр. Сондықтан қуаныш болды ана жерде. Бәлкім еуропалық үлкен біріншіліктерде көріп жүретін андай ойыншылардың қатты қуану үлгісін көрсетпеген де шығар, бірақ шынымен де ойыншылар соққан голдарына және жасап жатқан жұмыстарына қуанғандығы көрініп тұр. Енді ойыншылар қуанды, қуанбады деген нәрсеге түсіндірме іздеудің өзі де маған кішкене күлкілі болып тұр. Осыдан келесі тақырыпқа өте берейік. Енді келесі бір мәселе, ойын аяқталғаннан кейін камералардың кадрына Атырау футбол клубының бас менеджері Дидар Сыдықбек түсіп қалған, және тағы да комментаторлар айтып жатыр. Бұл жерде Дидар Сыдықбек команда ойыншыларымен, бапкерлермен қол алысып құттықтап жатқан кезінде жүзінде күлкі болмады дейді. Бұны да команда договорняк ойнады дегеннің бір мысалы ретінде, дәлел ретінде келтіріп жатыр. Бұл да ойға қонбайтын нәрсе. Адамның бәлкім басқа бір жаңағыдай көңіл күйлік бір жағдайы болған шығар, бәлкім басқа бір нәрсеге қапаланып отырған шығар, мүмкін кадрға сондай бір сәті ғана түсіп қалған шығар, жүзінен бір сәтке күлкі кетіп қалды да, сосын қайттан шыққан бір сәтін түсірмей алған шығар. Енді біз білмейміз ғой. Бұның барлығын талқылап, сөйтіп үлкен бір дау-дамайға әкеліп отыр. Бұның барлығы негізі договорняк ойнады дегеннің бір мысал ретінде әкелудің өзі бір күлкілі нәрсе. Ойын біткеннен кейін енді барлығы, бір ауыздан біздің үлкен сарапшыларымыз да, комментаторларымыз да договорняк деп жар салды, түрлі пабликтерден шықты. Ербол Қайыров осы видеоның басында айтқанымыздай Нұркен Мазбаев пен Дидар Сыдықбек не рукопожатный болсын деген әңгімені айтты. Тіпті осы Ербол Қайыровтың өзі Дидар Сыдықбек ойыншыларға да, төрешілерге де, бапкерлерге де қысым жасайды ойыннан тыс. Бұны барлығымыз білеміз деп айтты. Одан бұрында медиа футболда жүрген адам кәсіби футболға жоламасын, ол бұл футболда не істейді, не біледі, не тындыра алады деген сынды пікірлер айтып жүр. Бұның барлығы мен негізі Ербол Қайыровты шынымен де өте білікті, жақсы журналист деп есептеп жүрдім, бірақ осы тұжырымдарынан кейін бұл кісінің біліктілігіне күмәнданатын болдым. Себебі ешқандай факт жоқ, ешқандай дәлел жоқ, алып өзінің эмоционалды пікірлерін осылай халыққа жайып салды. Енді Атыраудың
бұл матчтағы жетістігі сенсация емес, бұл матчтағы жетістігі шынымен қалыпты нәрсе екендігін дәлелдеп көрейік және осы мәселеге тоқталып көрейік. Жалпы команданың екінші айналымдағы ойындары мен бірінші айналымдағы ойындарын салыстырып көрейік, жинаған ұпайларын, соққан голдарын салыстырып көрейік және жалпы осы маусымда басшылықтың жасап өткен жұмыстарына және оның нәтижесіне тоқталып өтейік. Атырау футбол командасы біз білеміз, маусымның басында өте нашар бастады. Маусымның басында жинаған командасы, ойыншылары өте нашар еді, деңгейлері де төмен еді. Бірінші айналымда команда жалпы 15 ойын өткізген, 15 ойында команда тек қана 4 ұпай жинады. 4 ұпай деген бұл 15 ойында 4 ұпай деген бұл негізі өте күлкілі нәрсе. 4 гол ғана, 9 гол ғана соқты, кешірім өтінем, және 35 гол жіберді. Ойлаңыздар, 9 гол соғу, 35 гол жіберу, 4 есе көп жіберу деген сөзге ол 4 ұпай ғана жинау. Яғни бір ғана жеңіс, бір ғана тең ойын. Тең ойын өз алаңында жетісуге қарсы және жеңісте өз алаңында осы ең алғашқы турдағы Елімайға қарсы ойында тіркелген. Одан кейін екінші айналымда не болды? Екінші айналымда команда толықтай құрамын ауыстырды, команда бас бапкерін ауыстырды, бапкерлер құрамын ауыстырды. Команданың бас менеджері Дидар Сыдықбек наурыз айында келген кезде команданы премьер-лигада сақтап қаламын деп сөз берді. Командадағы мәселелерді шешемін деді. Осы екінші айналымның басында оның берген уәделерінің, берген сөзінің орындалып келе жатқанына бізде, сізде, бүкіл қазақ футболының жанкүйерлері де көз жеткізді. Сөйтіп команда екінші айналымда су жаңа команда болып, жаңа ойыншылармен, жаңа бапкерлер құрамымен бастады. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде Атырау футбол командасы екінші айналымда 9 матч өткізді. 9 матчта 14 ұпай жинап отыр. 14 ұпай. Соғылған голдар саны 10 және жіберген голдар саны 6. Арасындағы айырмашылық сезініп көріңіз енді бірінші айналым мен екінші айналымда. Екінші айналымда команда тек қана бір-ақ рет жеңілді. Ақтөбеге қарсы сырт алаңда жеңілді. Қалған ойындарда тең нәтиже тіркеп келе жатыр, яғни ұпай тартып алып келе жатыр басқа командалардан. Оның өзінде де команда кейбір ойында жеңейін деп тұрған жерден ұпай жоғалтып қалғанда сәттері болды. Сондықтан да тіпті өзінің алаңында Қостанайлық Тобылда, яғни елдің чемпионы болуға үміткер болып келе жатқан команданы жеңіп алды. Ол матчты көргендер болатын болса, енді бұл матчты да көптеген командалар договорняк деп жатыр, команда емес, жанкүйерлер договорняк деп жатыр. Бірақ ойынды көрген адамдар болатын болса, Тобыл командасы ешқандай шабуыл да жасаған жоқ, ешқандай шабуылға ниеттенген де жоқ. Ниеттенген болса да шабуыл жасауға қауқарлар жеткен жоқ. Сондықтан да Атыраудың әрбір нәтижесін договорняк дей берудің өзі де бір үлкен қылмыс негізі түсінген адамға. Яғни осы екі айналымды салыстырайық. Бірінші айналымдағы Атырау мүлдем бөлек. Барлығынан ұтылатын Атырау баяғыда тарап кеткен. Екінші айналымда барлығына кәдімгідей тіресіп, ұпай тартып ала алатындай командаға айналды. Иә, бірінші ойын жеңіліп қалса да, одан кейінгі ойындарды ұпай жинап келе жатыр, тартып алып келе жатыр, Тобылды ұтып алды, одан кейін Ұлытауды ұтып алды. Команда жеңіске лайықты, команда жақсы ойынға лайықты. Команданың ішіндегі ойыншылары да бұрындағыдай нашар деңгейлі емес, өте жақсы деңгейдегі ойыншылар. Сондықтан да осы соңғы матчтың Атыраудың договорняк деу және жалпы Атыраудың барлық ойындарын договорняк деп қит етсе, жаңағы Атыраудың нәтижесін көрген адамдар төреші көмектесті, Дидар Сыдықбек сатып алды, немесе Астананың тарапынан қысым болды, Қайраттың тарапынан қысым болды деген әңгімені доғаруымыз керек. Команда еңбектеніп жатыр, команда жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да бұл командаға жала жаба беруге болмайды. Енді бұл команданы жинақтаған, дәл осы екінші айналымдағы Атырауды жинақтаған, осы нәтижелерді күтіп жүрген, команданы премьер-лигада қалдыруға шыр-пыр болып, кәдімгідей еңбектеніп жүрген адамның бірі және бірден бірі бұл команданың бас менеджері Бақытбекұлы Дидар Сыдықбек деген азамат. Бұл кісінің жұмысына, жалпы осы маусымдағы істеген тірліктеріне, Атырау командасындағы жалпы жұмысына баға беріп өтейік, тоқталып өтейік және жалпы Атыраудың нәтижесі, соңғы көрсетіп жатқан нәтижесі бұл кісінің жұмысының нәтижесі ме жоқ па, соған бір тоқталып өтейік. Дидар Сыдықбек барлығымыз білеміз, медиа футболдан білетініміз бар, Қазақстан футболының
жанкүйерлері тіпті оны ойыншы кезінен де білетіндері бар. Жалпы елге мәлім сондай аты дүркіреп тұрған адамдардың бірі. Осы маусымда Атырау футбол клубының тізгінін ұстады. Ол тізгінін ұстаған кезде клубтың өте үлкен бір мәселелері бар еді. Ойыншыларға болсын, қызметкерлерге болсын, басқа да бапкерлерге болсын, футбол орталығындағы бапкерлерге жалақылары төленбей жүрген сәттері болған. Жас ойыншылардың, балаларының тіпті киетін формалары, киімдері жоқ еді. Команданың жағдайы да өте нашар еді. Үнемі барлығының жеңілістен жеңіліс болып келе жатқан еді. Міне осындай сәтте Дидар Сыдықбек командаға келді. Келе сала не істеді? Ең алдымен шешілмей тұрған жалақының мәселесін шешіп берді. Яғни барлық қызметкерлерге, барлық персоналға, оның ішінде команданың техникалық персоналы бар, футбол орталығының бапкерлері бар, негізгі құрамның ойыншылары бар, барлығына жалақыларын берді, қарызға жиналып қалған барлық қарыздарын төлеп берді. Бұл да бір шешілмей тұрған үлкен бір мәселе еді. Бұл нәрсені келе сала шешіп берді. Кейін футбол орталығының балаларына арнайы форма тіктіріп, барлығын киіндіріп берді. Бұл да бір үлкен еңбек, үлкен жұмыс, үлкен қаржы жатыр бұның артында. Сонымен қатар мен өзім енді атыраулық болғандықтан, Атырау футбол орталығының бапкерлері, балаларымыздың бапкерлері қанша айлық алатынын білем. Себебі ол жерде де менің біраз енді қатты дос, таныс демесем де жақсы араласатын адамдар бар. Олардан естейміз. Бұл кісілердің айлықтары төмен еді, нашарлау еді. Міне осы Дидар Сыдықбек келгелі бері айлықтың мәселесі де шешілді, бұл кісілерге айлықтарын көтерілді. Бұл үшін де Дидар Сыдықбекке бір керемет деген баға бере аламыз. Кейін бұл маман тағы не істеді? Дидар Сыдықбек айтқанындай Атырау футбол клубының негізгі стадионы болып саналатын Мұнайшы стадионындағы рупорларды ауыстырды. Бұған дейін стадионда ойыншыларды жариялап жатқан кезде, негізгі құрамдарды жариялап жатқан кезде қай ойыншы ауысты, қай ойыншы ол алаңға енді, тіпті тайм арасында қосылып тұратын музыка әуеннің өзі ешкімге естілмейтін еді. Міне осы мәселе де шешілді, рупорлар ауыстырылды. Атырау футбол клубының базасы болып саналатын судоремонтник алаңы бар. Енді қазіргі Атырау футбол клубының базасы ол жерде азғантай болса да жөндеу жұмыстарын өткізді. Бұның барлығы Инстаграмда бар. Мен аспаннан алып отырған жоқпын. Инстаграм желісінде, әлеуметтік желілерде жарияланған посттардан, бейнежазбалардан көріп біліп, өзімде Атырау тұрғыны болғандықтан ол жерге барып көзбен көргендіктен айтып отырмын. Бұны тек қана мен емес, басқа да Атырау футбол клубының жанкүйерлері растай алады. Яғни осындай ауқымды жұмыстар жасалып жатыр. Сонымен қатар біз осындай басшыларда тек қана сыртқы жұмыстардың нәтижелерімен ғана баға бермейміз. Ең басты критерий бұл негізгі команданың нәтижелері, ойын нәтижелері. Міне осы критерийға қарап баға бере аламыз. Бұл басшы шынымен де дұрыс басшы ма? Жоқ, кезекті нашар басшылардың бірі ме деп. Бұл критерий бойынша да Дидар Сыдықбек нашар деген баға алуы мүмкін емес. Екінші айналымда команданы толықтай жаңартты, жақсы сапалы ойыншыларды алып келді, құрамға қосты. Тиісінше қазір нәтиже жақсарды. Команда премьер-лигаға қалуға деген өзінің мүмкіндігін едәуір жақсартты. Соңғы 2 ойын қалды. 2 ойында біздің Атырау футбол клубының тікелей конкуренті Тұран командасы 2 ойында да жеңіліп қалатын болса, Атырау командасы премьер-лигада қалады. Бірақ Тұранның ойын нәтижелеріне қарап отырмай, Атырау командасы да қалған 2 ойында ұпай жинауға тырысатыны сөзсіз. Бұның барлығы командадағы ойыншылардың, бапкерлердің және жекелеген Дидар Сыдықбектің жетістіктерінің бірі. Енді осы бір тұста жанкүйерлердің айтатын тағы бір уәжі бар. Бұл не деген сөз? Бұл Дидар Сыдықбек жазда келді, жазда көктемде келді ғой енді. Жазда команданы жаңартқан кезде бірыңғай шетелдік ойыншыларды толтырып алды, жергілікті ойыншыларға мүмкіндік бермей жатыр. Осы жылда бізде жаңағындай заң шыққан еді, шетелдік ойыншыларға бюджеттен жалақы төлемейміз, сонда бұл кісі заңға бағынбай ма, сонда деген сыңайлы бір теріс пікірлер айтқан еді. Бұған да жауап бере кетейік. Ең алдымен қараңыздар. Команданың осы жылғы, осы маусымдағы жалғыз мақсаты бұл премьер-лигада қалу. Премьер-лигадағы өз орнын сақтап қалу. Әзірге бұл орындалып келе жатқан дүние. 2 ойыннан кейін орындалды ма жоқ па білетін боламыз. Бірақ әзірге орындалып келе жатыр. Екінші айналымда осы жинаған командадағы ойыншылар жақсы тәуір ойын көрсетіп келе жатыр. Тек қана бір рет қана жеңілсе, қалған ойындарда жеңіс және тең нәтижелер тіркеп келе жатыр. Әйтеуір ұпай жинап келе жатыр. Енді шетелдік ойыншылардың жиналуына назар салайық.
Иә, шетелдік ойыншылар өте көп, легионерлер өте көп. Және де бюджеттен, мемлекеттің ақшасынан бұларға жалақы төленбейтіні де белгілі. Сонда бұл нәрсе қалай болды дейтін болсақ, бұл жерде жауабы өте қарапайым. Яғни Атырау футбол клубы сырттан келген спонсорлар арқылы, демеушілер арқылы осы шетелдік ойыншылардың жағдайын жасап отыр, жалақыларын төлеп отыр, трансферлерін жасап отыр деген сыңайлы. Бұл да клубтың бас менеджерінің сондай бір жақсы, сауатты жұмыс жасағанының нәтижесі. Сауатты жұмыс жасамайтын болса, ең соңғы орында келе жатқан командаға қандай бір есі дұрыс компания демеуші болады. Демек, бұл жерде команданың басшылығы тек қана Дидар емес, бұл жерде басқа да басшылықта отырған, оған көмектесіп отырған, бірге жұмыла жұдырықтай жұмыс жасап отырған басқа да азаматтар бар. Солардың барлығының сауатты жұмысының нәтижесінде команда демеушілерді тарта білді. Сол себепті де ойыншылардың жалақылары төленіп отырды. Енді неліктен қазақстандық ойыншылар ойнамайды деген тағы бір пікірлер бар. Мен өзім де қазақ болғандықтан және Қазақстанның футболында қазақ ойыншыларымыз көтерілгенін жақсы көретін адам ретінде мен де айтар едім. Неліктен Атырау футбол клубында қазақ ойыншылар өте аз? Неліктен біз өзіміздің жастарымызды шығармаймыз? Неліктен Атырау футбол клубының жаңағы екінші лигада өнер көрсетіп жүрген U18, U21-дегі жас ойыншылары неліктен шықпайды? Неге негізгі құрамға қосылмайды дейтін сұрақ туындауы әбден дұрыс, және мен бұл сұрақтарға мен де қосыла аламын. Бірақ бұның жауабы ретінде мына нәрсені айтайық. Атыраудың біз жаңада айттым, жалғыз мақсаты осы маусымдағы премьер-лигада қалу. Премьер-лигада қалу дейтін мақсатты баяғыда шешіп қойған болатын болса команда, жастарды ойнатып, тәжірибеден өткізе беруге болатын еді. Бірақ дәл қазіргі нәрсеге біз шындықтың көзіне қарауымыз керек. Атырау футбол клубының қарамағында, футбол орталығында ойнап жүрген жас ойыншылар премьер-лигада қалу дейтін мақсатты шешетін ойыншылар емес. Бұл деңгейдегі, бұл дәрежедегі ойыншылар емес. Сондықтан да шетелдік ойыншылардың көмегіне жүгінуге мұқтаж болып отыр Атырау футбол клубы дәл қазіргі таңда. Сол себепті, тек қана сол себепті жас ойыншылар ойнамай отыр. Әйтпесе, жас ойыншылардың барлығын алаңға қоюға болады. Ешқандай қиындығы жоқ оның. Бірінші лигаға ұшып кетсе не болады? Барлықсын әлбетте клубтың басшысы Дидар Сыдықбекке айтылатыны мәлім. Сондықтан да барлық осы мәселелерді шешу үшін осы шетелдік ойыншылар жұмылдырылған. Енді премьер-лигада қалатын болса, премьер-лигада орнын сақтап қалса, сөзсіз бұл Атырау футбол клубының басшысы және сол жерде қызмет етіп жатқан барлық қызметкерлердің, ойыншылардың еңбегі сөзсіз. Бұл жерде договорняк деудің ешқандай қатысы жоқ. Атырау футбол клубы договорняк бұл маусымда енді нақты ойнамады деп мен 100% айта аламын. 100% айта аламын. Төменге пікірлерге сындарыңыз жаза беріңіздер, хейттарыңыз жаза беріңіздер, бірге оқиық, бірге талқылайық, бірақ мен бұл тұжырымға 100% сенімдімін. Енді осы маусымда премьер-лигада Атырау қалатын болса, келесі маусымға тыңғылықты дайындалатыны сөзсіз. Келесі маусымға өте сапалы, өте жақсы ойыншылар жиналатыны сөзсіз. Және алдағы маусымдарда Атырау футбол клубы өзінің қайттың жаңағы күшіне енетіні де сөзсіз. Тіпті кубокқа да қайттан таласып, алдағы 3 жылдықта Атырау футбол клубын евро додаларда, евро алаңдарда көруіміз өте үлкен, ықтималлығы жоғары нәрселердің бірі. Сондықтан да әрбір Атыраудың жетістігін, нәтижелерін договорняк, судьялардың қателігі, Атыраудың басшысы басқа ойыншылар мен бапкерлерге қысым көрсетті, немесе сырттан, жоғарыдан, басқа бір жақтан келіп жатқан бір қысымның, күштің әсері деп айтуды тоқтату керек. Және соңғы тұжырым, осы видеодағы соңғы тұжырым және соңғы бір дәлелім ретінде, егер Дидар Сыдықбек шынымен де договорняк ойнайтын болса, алғашқы айналымда неге договорняк ойнамады дейтін сұрақ туындайды ғой. Ол наурызда келген, наурызда жұмысын бастады. Наурыздан жаздың бел ортасына дейін қаншама матч болды, қаншама жеңілістер тіркелді. Міне осы матчтарда да 1-2 матчты жайлап бапкермен келіспер, 2 жартылай қорғаушымен келіспер, төрешімен келіспер, сөйтіп мәселені шешіп, бүкіл жаңағы мәселенің шешімін соңғы турларға қалдырмай-ақ та сол кезде шешіп тастауға болатын еді ғой. Бірақ жоқ, команда жеңіле берді, команда өзінің деңгейіндегі ғана ойынды көрсетті. Сондай-ақ, егер біз договорняк дейтін болсақ, неліктен жетісуге қарсы болған Атыраудың алғашқы айналымдағы Атырау жетісу ойынында болған қателікке неге назар аудармаймыз? Яғни төреші сол жерде
варды қарап тұрса да жалған, өте өтірік, жалған, сұрапыл қате болған пенальтиді қойып берді. Астанаға қарсы өткен Мұнайшы алаңындадағы ойында дәл сондай өте нашар пенальти болған. Тіпті пенальти емес, бұл жерде ойыншы ашықтан ашыққа, мысалы Бейсебеков өтіріктен құлаған еді, бірақ бұл жерде де пенальти берді. Бұның барлығы неліктен договорняк деп айтылмады да, Атыраудың нәтижесі ғана договорняк болып қалады. Сондықтан да Атырау футбол клубы өзінің жағдайын жақсартқысы келген болса, әубестен-ақ бұрында договорняк ойнауы мүмкін еді, бірақ ол кезде де ойнаған жоқ, қазір де ойнаған жоқ. Бұл тек қана қажырлы еңбектің және жұмыла бірігіп, бір отбасыдай, бір жұдырықтай осы мәселені шешуге жұмылған адамдардың еңбегі екендігі айдан анық. Команданы даттай бермейік, командаға жала жаба бермейік. Әлбетте стадионымыз нашар, стадион жоқ, бірақ бұл мәселеде алдағы уақытта шешіледі деп ойлаймын. Осы видеода айтылған тұжырымдар бойынша сіз не ойлайсыз? Әлбетте төменге жаза кетіңіз, маған өте қызық, бірге талқылайық. Келіспесеңіз, толықтай келіспесеңіз, барлығын мен түсінемін, төменге жаза кетіңіз, бірге оқып, бірге талқылап көрейік. Сіздермен бірге болған 90+7 YouTube арнасы келесі видеоларда жүздескенше.